Әкемнің құшағын ұмытпай тұрып, оны мүлде жоғалттым. Менің бұл оқиғанды тыңдап отырған әр адамнан бір ғана өтінішім бар. Мені сөкпеңіздер. Өйткені 13 жастағы қыздың ойы да, жүрегі де үлкендердің өмірін түсінуге әлі дайын болмайды. Мен де сондай қарапайым бала едім. Менің балалық шағым 3 жасында аяқталды. Сол жылы әкем өмірден өтті. Әкем туралы есімде анық қалғаны өте аз. Бірақ оның иісі, қолының жылуы, мені көтеріп жүретіні туралы үзік-үзік естеліктер әлі күнге дейін санамда сақталған. Әкем кеткеннен кейін үйіміздің іші тым-тырыс болып қалды. Анам күн сайын жыламайтын. Бірақ оның үнсіздігінен бәрін түсінетінмін. Кейде түнде оянып кетсем, анам терезенің алдында үнсіз отырып алатын. Мен жанына барып құшақтайтынмын. Ол болса көз жасын сүртіп, «Ештеңе емес қызым, ұйықтай бер», дейтін. Бірақ оның ештеңесі дұрыс емес екенін кішкентай болсам да сезетінмін. Анам мен үшін бәріне шыдады. Таңнан кешке дейін жұмыс істеді. Мен ештеңеден тарықпасын деп барын салатын. Кейде өзіне жаңа киім алмай, маған алып беретін. Мен ол кезде мұның бәрін түсінбедім. Қазір ғана ана болғалы, оның қандай қиындық көргенін ұқтым. 6 жыл бойы екеуміз ғана өмір сүрдік. Мен анама қатты бауыр басып кеттім. Ол жұмысқа кеткен сайын терезеден қарап қайтуын күтетінмін. Кешіксе жылап қалатынмын. Өйткені өмірімде тағы бір адамнан айырылып қалудан қорқатынмын. 9 жасқа толған жылы анам маған бір жаңалық айтты. «Қызым, мен саған бір адамды таныстырғым келеді». Мен үндемедім. Үйге бір кісі келді. Сыпайы сөйледі. Маған тәтті әкелді. Бірақ мен оны қабылдай алмадым. Өйткені мен үшін әке деген жалғыз адам болатын. Оның орнына ешкімді елестете алмадым. Бірнеше айдан кейін анам сол кісіге тұрмысқа шықты. Мен қарсы болған жоқпын. Себебі анамның жүзінде ұзақ жылдан кейін алғаш рет күлкі көрдім. Енді анам бақытты болады деп ойладым. Жаңа үйге көштік. Өгей әкемнің бірінші некеден бір ұлы мен бір қызы бар екенін естідім. Бірақ олар бізбен тұрмайтын. Шетелде тұрады деді. Сондықтан мен оларды ешқашан көрмеспін деп ойладым. Жылдар өте берді. Өгей әкем мені жаман көрген жоқ. Мен де оны сыйлауға тырыстым. Үйімізде бәрі қалыпты сияқты еді. Мен сабағымды оқып, құрбыларыммен ойнап, болашақ туралы армандайтын қарапайым қыз едім. Дәрігер болғым келетін. Анама үлкен үй алып бергім келетін. Өмірдің мен үшін мүлде басқа жоспар дайындап қойғанын қайдан білейін? 12 жасында біздің үйге алғаш рет өгей әкемнің қызы келді. Аты Айкөркем. Екеуміздің арамыз небәрі 5 ай ғана екен. Бірнеше күннің ішінде сырлас құрбыға айналдық. Бірге күлетінбіз, бірге серуендейтінбіз. Тіпті бір бөлмеде жатып, таң атқанша әңгімелесетінбіз. Мен оны туған әпкемдей көре бастадым. Міне, енді менің де әпкем бар деп қуанатынмын. Арада бір жыл өткенде тағы бір хабар келді. Бұл жолы Айкөркем жалғыз келмейді екен. Онымен бірге ағасы Жандос та келетін болды. Сол кезде мен 13 жаста едім. Мен үшін бұл жай ғана қонақтың келуі болатын. Ал шын мәнінде бұл менің балалық шағымның соңғы бейқам күндері екенін әлі білмейтінмін. Сол күні бәрі жай ғана ойын сияқты басталған еді. Жандос алғаш келген күні бәріміз оны қуанып қарсы алдық. Ол менен үлкен болатын. Сырт көзге сыпайы, сабырлы көрінді. Үлкендермен әзілдесіп, анама көмектесіп жүрді. Мен үшін ол жай ғана өгей әкемнің баласы еді. Одан қауіптенетін еш себеп жоқ сияқты көрінді. Бірнеше күн бойы бәріміз бірге уақыт өткіздік. Кешке аулада ойнаймыз, күндіз әңгімелесеміз. Айкөркем екеуміз бұрынғыдай ажырамайтынбыз. Мен өзімді үлкен отбасының мүшесіндей сезіне бастадым. Бірақ бір күні үйдегілердің бәрі жұмысқа кетті. Үйде біз үшеуміз ғана қалдық. Ауа райы жылы болатын. Аулада жүгіріп, балаларша күліп ойнап жүрдік. Сол кезде Жандос: «Әке, ана, қыз болып ойнайық», деді.
Бұл сөз маған оғаш естілмеді. Өйткені бала кезде бәрімізде түрлі ойын ойнайтынбыз. Мен еш жамандық ойлаған жоқпын. Айкөркем қыз болды, ал Жандос өзін әке, мені ана боласым деді. Біз күліп келістік. Бір кезде ол, «Қане, отбасы бол, моншаға түскенде ойнайық», деді. Мен әлі де мұным жай ғана ойын екенін ойладым. Айкөркем үйде қалып бізді күтіп отырды. Ал мен ештеңеден күмәнданбадым. Бірақ сол есіктің ар жағында менің өмірім екіге бөлінді. Мен бұл сәтті жылдар бойы есімнен шығаруға тырыстым. Кейбір көріністер көмескіленді. Бірақ қорқыныш сезімі ешқашан жоғалған емес. Мен не болып жатқанын толық түсінбедім. Тек қатты қорықтым. Барлығы аяқталғаннан кейін ол маған суық жүзбен қарап, «Егер біреуге айтсаң, әкемді анаңнан алып кетеміз. Сенің кесірінен отбасың бұзылады», деді. Мен үшін бұл сөз ең ауыр қорқыныш еді. Мен 3 жасында әкемнен айырылғамын. Енді анам тағы жалғыз қалса, оған өзімді кінәлі сезінемін деп ойладым. Сол себепті үндемедім. Үйге қайтып кіргенде Айкөркем ештеңе байқамағандай қарсы алды. Мен де ештеңе болмағандай күлуге тырыстым. Бірақ сол күннен кейін мен бұрынғы бала болудан қалдым. Түнде ұйықтай алмайтын болдым. Жалғыз қалудан қорқатынмын. Кейде анама бәрін айтып бергім келетін. Бірақ Жандостың айтқан қорқынышты сөзі құлағымнан кетпейтін. Отбасымды сен бұзасың. Мен бар кінәні өзімен іздей бастадым. Себебі мен әлі бала едім. Ал балалар көбіне үлкендердің жасаған қателігі үшін өздерін кінәлайды. Мектеп басталды. Мен бұрынғыдай күле алмадым. Сабаққа барып жүрдім. Бірақ жан дүниемде бір ауыр құпияны арқалап жүргенде сезінетінмін. Менің өмірім өзгеріп кеткенін ешкім байқамады. Ал арада бірнеше ай өткенде денем де өзгере бастады. Бірақ оның себебін мен де, айналамдағы адамдарда әлі білмейтін едік. Дәрігердің айтқан бір ауыз сөзі бүкіл өмірімді аст үстіне шығарды. Мектеп басталғаннан кейін өмірімді бұрынғы қалпына келтіруге тырыстым. Ештеңе болмағандай сабаққа барып жүрдім. Құрбыларым күліп ойнап жүргенде мен де соларға қосылатынмын. Бірақ ішімдегі қорқыныш бір сәтке де кеткен жоқ. Кейде түнде шошып оянатынмын. Ешкімге ештеңе айтпадым. Уақыт өте келе өзімді әлсіз сезіне бастадым. Тамаққа тәбетім өзгерді. Кейде басым айналатын. Бірақ бәріміз мұны шаршағаннан, немесе өсіп келе жатқандықтан шығар деп ойладық. Ауылдағы үлкен кісілер, «Қыз бала өсіп келеді, бойы созылып жатыр», деп қоятын. Мен де соған сендім. Бір күні дене шынықтыру сабағында көзім қарауытып кетті. Құлағыма ештеңе естілмей, жерге құлаппын. Көзімді ашқанда мектеп медбикесі жанымда тұр екен. Көп ұзамай мені аудандық ауруханаға алып кетті. Анам да асығыс жетті. Оның жүзінен бұрын соңды көрмеген қорқынышты байқадым. Дәрігерлер бірінен соң бірі тексеріп жатты. Ал мен не болып жатқанын мүлде түсінбедім. Бір кезде дәрігер анамды кабинетке шақырды. Есік жабылды. Мен дәлізде жалғыз қалдым. Бірнеше минуттан кейін іштен анамның өксік жылаған даусы естілді. Жүрегім тарсылдап қоя берді. Неге жылап жатыр? Маған не болды? Деген ой ғана мазалады. Сәлден соң дәрігер мені де кабинетке шақырды. Ол біраз үнсіз отырып, қолындағы қағаздарға қарады. Сосын маған жанашырлықпен қарап, «Қызым, сенің жүктілігің 14 апта болып қалыпты», деді. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Мен бұл сөздің мағынасын түсінсем де, оның маған қатысты айтылғанына сене алмадым. Бұл мүмкін емес. Дәрігер қателескен шығар. Осындай ойлар ғана келді. Мен небәрі 14 жасар мектеп оқушысы едім. Кабинеттен шыққаннан кейін анам маған бірде-бір сөз айтпады. Екеуміз үнсіз үйге қайттық. Үйге кірген бойда бәрі өзгерді. Туыстар жиналды. Үйдің іші у-шу болды. Бәрінің сұрағы біреу ғана еді. Бұл кімнен? Кім істеді? Айт, қорықпа. Ал мен
Басымды төмен түсіріп үнсіз отырдым. Даусым шықпады. Өйткені мен әлі де жандостың қорқытуынан арыла алмаған едім. Айтсаң, анаңды әкем тастап кетеді. Осы сөз санамда қайта-қайта жаңғырып тұрды. Бірнеше күн бойы бәрі менен шындықты күтті. Ал мен тек «білмеймін» деген сөзді қайталай бердім. Бір түні ұйқым қашып, су ішуге шықтым. Сол кезде анамның бөлмесінен жылаған дауыс естілді. Есікті сәл ашып қарасам, анам жалғыз өзі отырып алып жылап отыр екен. Өмірімде оны дәл солай көрмеген едім. Сол сәтте менің де жүрегім шыдамады. Жанына барып, «Анашым, сен мені тастап кетпейсің бе?» деп сұрадым. Анам орнынан тұрып мені құшақтап алды. Өзі де жылап тұр. «Жоқ, қызым, қандай жағдай болса да, сен менің қызымсың», деді. Сол сөзді естігенде, ішімде сақтап жүрген барлық қорқынышым сыртқа шыққандай болды. Мен алғаш рет болған оқиғаның бәрін айтып бердім. Сол күнді, сол қорқынышты, сол үнсіздікті, жандостың маған айтқан қоқан лоққысын, бәрін. Анам естіген сайын өңі бозарып кетті. Үйде тағы да үлкен айқай басталды. Бірақ дәрігердің келесі айтқан сөзі бәрінен ауыр болды. Жүктілікті тоқтатуға кеш. Осы бір ауыз сөз менің тағдырымды бір жола өзгертті. Мен енді бұрынғы 14 жасар қыз емес едім. Менің балалық шағым сол күні мәңгіге аяқталды. Мен шындықты айтқаннан кейін үйдің іші азан-қазан болды. Анам жылап отырды. Өгей әкем үндемеді. Бірнеше сағат бойы үлкендер бір бөлмеге кіріп алып, өзара сөйлесті. Ал мен есіктің сыртында отырдым. Өз тағдырым туралы шешім қабылданып жатқанын сездім. Бірақ ешкім менің пікірімді сұрамады. Кешке қарай өгей әкем анамен ұзақ сөйлесті. Олардың нақты не айтқанын естімедім. Тек анамның қайта-қайта «Қалай ғана, ол әлі бала ғой» деген сөздері құлағыма жетті. Бірнеше күннен кейін әңгіменің бәрі бір арнаға бұрылды. Арыз жазу туралы сөз болды. Бірақ өгей әкем «Екі отбасының да абыройын төкпейік, балалардың болашағын ойлайық» деп анамды көндіре бастады. Анам екі оттың ортасында қалды. Бір жағында жалғыз қызы, екінші жағында жаңа құрған отбасы. Сол күндері оның бір түнде бірнеше жасқа қартай кеткендей болғанын көрдім. Ақыры, анам арыз жазбады. Бұл шешімнің дұрыс па, бұрыс па екенін сол кезде түсінбедім. Мен үшін ең маңыздысы анамның мені тастап кетпеген еді. Ал әділеттің орнамағанын тек жылдар өткенде ғана ұқтым. Уақыт өте берді. Жүктілігім күннен күнге біліне бастады. Мектепке бару маған ауыр болды. Сыныптастарының сұрағынан қаштым. Мұғалімдердің жанашыр көзқарасынан да қаштым. Кейбір адамдар сырттай әңгіме айтып жүрген сезетінмін. Бірақ ешкім шындықты білмейтін. Білсе де айтуға батылы жетпейтін шығар. Күндердің бір күні толғағым басталды. Менің қолымда әлі күнге дейін қуыршағым болатын. Ал өзім перзентханаға кетіп бара жаттым. Бұл тағдырдың қандай ауыр сынағы еді. Сағаттар бойы ауырсындым. Анам бір сәтке де жанымнан кеткен жоқ. Мен оның қолын қатты қысып ұстадым. Ол көз жасын көрсетпеуге тырысқанымен бәрібір жылап тұрғанын сездім. Ақыры дәрігердің дауысы естілді. «Ол бала дүниеге келді». Сол сәтте бөлмені сәбидің жылаған үні басты. Мен де жыладым. Бірақ бұл қорқынышты емес. Бейкүнә дүниеге келген сәбиге деген аналық мейірімнің жасы еді. Оны алғаш қолыма алғанымда жүрегімде бір ғана ой болды. Бұл баланың еш кінәсі жоқ. Мен оның кішкентай саусақтарына қарап тұрып, не болса да сені қорғаймын деп іштей уәде бердім. Бірақ мен білмеген тағы бір шешім күтіп тұр екен. Сәбиге туу туралы куәлік рәсімделетін кезде үлкендер тағы да өзара ақылдасты. Ақыры ұлымды ресми түрде анам мен өгей әкемнің баласы етіп тіркеуге шешім қабылдады. Ал мен өз баламның құжатында анасы болып жазылмадым. Сол сәтте мен тек бір нәрсені түсіндім. Үнсіздік кейде бір ғана күн емес, бүкіл өміріңе созылады. Перзентханадан шыққан күні қолымда сәби болса да, өзімді ана ретінде сезінуге мүмкіндік болмады. Үйге келген соң бәрі алдын ала шешіліп қойғандай еді. Анам бесікті өзі әзірледі. Қонақтар келіп, құтты болсын деп, анам мен өгей әкеме тілек айтып жатты. Мен бөлменің бір бұрышында үнсіз қарап отырдым.
Кеудемде әлде бір ауыр сезім тұрды. Мен баламды құшағыма алғым келетін. Бірақ жұрттың көзінше оны ұзақ көтеруге де ыңғайсызданатынмын. Бір күні анам жаныма келіп: «Қызым, мұның бәрін сенің болашағың үшін істеп жатырмыз. Сен міндетті түрде оқуыңды жалғастыруың керек» деді. Мен үндемедім. Қарсы шығуға шамам да жоқ еді. Сөйтіп, ұлымның құжатында ата-ана ретінде анам мен өгей әкем жазылды. Ал мен қайтадан мектепке бардым. Сыныпқа кірген күні бәрінің көзі маған түсті. Біреулер сыбырласты, біреулер аяп қарады. Мен ешкімнің көзіне тура қарай алмады. Жанымдағы ең үлкен құпияны ешкім білмейтін. Үйге келген сайын ең алдымен бесіктің қасына баратынмын. Ұлым ұйықтап жатса, ұзақ қарап отыратынмын. Оның кішкентай алақанын ұстап отырып, үнсіз жылайтынмын. Бірақ ол мені анасы емес, әпкесі ретінде өсіп келе жатты. Алғаш рет «Апеке» деп шақырған күні жүрегім шым ете қалды. Күлімсірегенде болдым. Бірақ бөлмеме кірген соң ұзақ жыладым. Өйткені мен үшін әлемдегі ең қымбат жан маған ана деп емес, әпке деп тіл қатты. Жылдар өте берді. Ұлым мектепке барды. Мен колледжге түстім. Кейін жұмыс істей бастадым. Өмір сырт көзде қалыпты көрінді. Бірақ менің ішімде ешқашан жазылмаған жара бар еді. Кейде ұлым: «Анашым, кішкентай кезімде қандай едім?» деп анама сұрақ қоятын. Мен үнсіз тыңдап отыратынмын. Анам оған балалық шағы туралы айтып беретін. Ал мен өз жүрегімдегі естеліктерді ешкіммен бөлісе алмайтынмын. Мен оны дүниеге әкелгенімді, алғаш құшағыма алғанымды, түндері жылағанын алғаш естіген адам мен екенімді ешқашан айта алмадым. Мен бір ғана нәрсені тіледім: ұлым мен сияқты ауыр тағдыр көрмесе екен. Менің үнсіздігім оның өміріне көлеңке түсірмесе екен. Бірақ арада 20 жылдан астам уақыт өтсе де, бір сұрақ мені күн сайын мазалай берді. Шындықты айтуым керек пе? Әлде бұл құпия менімен бірге кеткені дұрыс па? Жылдар бірінен соң бірі өте берді. Мен ер жеттім, ұлым да есейді. Біз сырт көзге қарағанда қарапайым отбасы сияқты едік. Ол мені кішкентайнан әпеке деп өсті, ал анамды ана, өгей әкемді әке деп білді. Мен оны ешқашан түзеткен жоқпын. Өйткені әр жолы шындықты айтуға оқталғанымда жүрегім дауаламайтын. Мен оның балалық шағын бұзғым келмеді. Өзім көтеріп жүрген ауыр жүкті оған артқым келмеді. Уақыт өте келе ол ер жетті. Мектепті бітірді, мамандығын алды, жұмысқа орналасты. Кейін шаңырақ көтерді. Бүгінде оның өз отбасы бар. Мен немеремді алғаш қолыма алған күні көзіме жас келді. Өйткені менің өмірімде алғаш рет еш қорқынышсыз құшақтай алған сәби сол еді. Ұлым кейде әзілдеп: «Апеке, сен бізге бәріне жақынсың» дейді. Ол мұны қарапайым сөз ретінде айтады. Ал менің жүрегім сол сәтте мың бөлшекке бөлінгендей болады. Өйткені мен үшін ол жай ғана інім емес. Ол менің ұлым. Кейде екеуміз ұзақ отырып әңгімелесеміз, өмір туралы сөйлесеміз. Ол маған ақыл сұрайды. Мен оны тыңдап отырып, егер шындықты білсе, дәл осылай сөйлесер ме еді деп ойлаймын. Осы сұраққа әлі күнге дейін жауап таба алмадым. 2 жыл бұрын өмірімізде тағы бір ауыр оқиға болды. Өгей әкем қатерлі ісікке шалдықты. Дәрігерлер барын салды. Біз де қолдан келгеннің бәрін жасадық. Бірақ ауру жеңіп кетті. Ол өмірден өтті. Жаназасында көп адам оның жақсы қасиеттерін айтты. Мен үнсіз тұрдым. Өйткені менің ішімде бір-біріне қайшы екі сезім арпалысып жатты. Бір жағынан ол мені өсірген адам еді. Екінші жағынан дәл сол адам кезінде анамды арыз жазбауға көндіріп, менің әділдікке жетуіме жол бермеді. Мен оны кешірдім бе? Жоқ. Кешірмедім деп те айта алмаймын. Мен тек болған оқиғаны өмірімнің өзгермейтін ақиқаты ретінде қабылдаған сияқтымын. Ал анама келсек, оған деген сезімім тіпті күрделі. Кейде оның орнында мен болсам не істер едім деп ойлаймын. Жауабын таба алмаймын. Бүгін мен өзімде анамын. Сондықтан оның сол кездегі дәрменсіздігін де түсінетіндеймін. Бірақ жүрегімнің бір түкпірінде кішкентай қыз әлі күнге дейін «Неге мені қорғамадың?» деп сұрап тұрғандай болады. Мен анамды кешірдім бе? Мүмкін. Мүмкін жоқ. Бірақ мен оған деген өкпемен өмір сүргім келмейді. Өйткені өкпе
ең алдымен оны емес, мені қажытатынын түсіндім. Бүгін мен 38 жастамын. Ұлым 24 жаста. Немерем өсіп келеді. Ал мен әлі күнге дейін өмірімдегі ең үлкен шындықты айтуға батылдық таба алмай жүрмін. Бұл үнсіздік қашанға дейін жалғасады. Бүгін мен 38 жастамын. Айнаға қарасам, жүзімде әжімдер пайда болғанын көремін. Бірақ жан дүниемде әлі күнге дейін 13 жасар қыз өмір сүріп жатқандай. Әлі де кейде түнде шошып оянамын. Кейбір естеліктер ұмытылған сияқты көрінеді. Бірақ бір ғана сөз, бір ғана иіс, бір ғана көрініс мені жылдар артқа алып кетеді. Бүгінде ұлым 24 жаста. Өзінің сүйікті жары бар. Бір баланың әкесі. Мен немеремнің күлкісін естіген сайын, өмірдің жалғасып жатқанын сеземін. Кейде бәріміз бір дастархан басында отырамыз. Ұлым, апеке, шай құйып жіберіңізші дейді. Мен жымиып кесесін аламын. Бірақ ішімнен, балам, деп қана айтамын. Ол сөз ешқашан еріннен шыққан емес. Кейде жалғыз қалғанда өзіме бір сұрақ қоямын. Егер ертең мен өмірден өтсем, шындық менімен бірге кетуі керек пе? Бұл сұраққа әлі жауап таппадым. Мен ұлымды жақсы көремін. Сол себепті оның жан дүниесін күйретіп алудан қорқамын. Өйткені ол ештеңеге кінәлі емес. Бұл өмірді ол таңдаған жоқ. Ол махаббатпен өсіп шықты. Мен сол махаббатты бір күнде жоқ қылып жібергім келмейді. Бірақ кейде шындықты білу әр адамның құқығы екенін де ойлаймын. Міне, осы екі ойдың арасында өмір сүріп келемін. Анам қазір жанымда. Біз бұрынғыдай көп сөйлеспейміз, бірақ бір-бірімізді үнсіз түсінеміз. Ол кейде менің көзіме ұзақ қарайды. Сол көзқарастың ішінде өкініш те, кешірім де бар сияқты. Мен де оған қарап күлімсіреймін. Өйткені өмірде кейбір жара жазылмайды. Тек ауыртпайтын күндері көбейеді. Мен анамды кешірдім бе? Мүмкін. Мен оны ақтап отырған жоқпын. Тек сол кездегі дәрменсіз әйелді түсінуге тырысамын. Бұл кешіру емес шығар. Бұл өмірдің болғанын мойындау шығар. Ал Жандос туралы? Мен оның атын жылдар бойы аузыма алмадым. Оған деген ашу мен жек көрушілік менің өмірімді өзгерте алмайтынын түсіндім. Бірақ оның жасаған ісін ешқашан ақтамаймын. Бүгін осы оқиғаны айтып отырған себебім өзімді аяу емес. Мен бір ғана нәрсені айтқым келеді. Егер дәл қазір осы әңгімені тыңдап отырған бір бала қорқып жүрсе, егер біреу оны қорқытып үндемеуге мәжбүрлесе, өтінемін, үндемеңіз. Сіз кінәлі емессіз. Көмек сұраудан қорықпаңыз. Ал ата-аналарға айтарым, балаларыңызбен сөйлесіңіздер. Олардың үнсіздігін байқап үйреніңіздер. Кейде бір ғана сұрақ, бір ғана құшақ, бір ғана сенім. Бір адамның бүкіл тағдырын өзгертіп жібере алады. Менің өмірімді өзгерту мүмкін емес. Бірақ менің оқиғам бір адамның өмірін сақтап қалса, онда менің осы жылдар бойы ішімде сақтаған сырымды айтуым бекер болмағаны. Өмір кейде бізді сындырады. Бірақ сынған жүректе өзгеге жарық бола алады.